Сәлем достар, қалдарың қалай? Таңертең осылай каша пісірумен басталады, білесіздер. Одан кейін бар жақты жинастырып, бүгін күн сенбі, бала шағаның барлығы үйде, үй жинауға кірістім. Үй жинамағалы біраз болып кетті. Күнде ертеңдеп қолым босамай кетті. Бүгін осылай үшеуімен жағаласып жүріп, барлық жақта пылесостап алдым. Байқағандарыңыздай, біздің елкамыз әлі жиналған жоқ. Бір коробка керек еді, үлкенірек салып қоятын. Складқа сразу былай әшейін шығарып тастасам, күн жылынғанда балалар көкпар тартып ойнап кетеді. Сол үшін жиналмай тұр. Магазин жаққа барғанда коробка аламын деп қайта ұмытып кете беріп жүрмін. Пылесостап болғаннан кейін шаңдарын сүртіп, полдарын сүртіп бастадым. До того ыдысқа дейін тасы болып кетеді ғой біздің балдар. Мына қызым деген суға қайта келеді, қолын салып алды суға. Ұлыма қолын жу деп алып кет деді. Осылай бірінші комнатаның полын сүрттім, одан кейін мына жақты полын сүртейін десем, орындықтарын бәрін жайып тастапты, жинатқызып, шаңды сүртіп, залдың полын сүрттім. Аптасына 2 рет, ең құрғанда 1 рет болсын үй жинап шығатынмын, осылай полдарын сүртіп. Біраз болыпты, шаң болып кетті мына жердің барлығы, бала шаға күнде ойнайды. Осылай өзіміздің ұйықтайтын комнатаның полын сүртіп шықтым. Одан кейін телевизор тұрған комнатаны сүрттім. Кухняны сүртіп шықтым. Ыдыс деген әлі үйіліп тұр, ыдысты жумай үй жинауға кірісіп кеткем негізінде. Одан кейін душовойды, мына стиральныйды үйтіп орнынан жылжытып, артын сүртіп алдым. Одан кейін мына терезенің алдын реттеп алдым. Мына комодтың үсті кәдімгідей шашылып кетеді, шаң болып, порошок төгіліп қалады. Одан кейін қол жуатын жерді раковинаны жуып қойдым. Одан кейін стиральныйды қосып, мына жаққа келдім. Бұл жерде бізде пеш тұрған жер, артық киімдер, артық заттар барлығы осы жерде тұрады. Картошка, пияз, барлығы осы жерде тұрады. Пештің алды осындай көрініс. Негізінде түнде ғана осылай сүртіп, от жағып қойған болатын, кеше кешкісін. Бүгін қайтадан осындай болып тұр. Далаға шықсам, январьда тауықтар туыпты. Одан кейін сиыр сауып, кеш батқанда қызымды жуындырып, өзім жуынып жаттық. Сау болыңыздар.